Yürük шығарған адамдың өзін жауапқа тарту. Заңсыз қудаланған адамдар өздері 72 адамға 72 арыз түсіру керек сотқа. 40 адамға 40 адам соларды жауапты қылып, соларды жауапқа тарту керек. Енді бәріңізге амандық тілейміз. Біз тілектеспіз, жүрегіміз сіздермен бірге. Әрқашанда түбі әйтеуір осы заманда, осы жалған заманда қазақ бір жақсылыққа, жеңіске жетсін деп тілейміз. Жігіттер, сіздердің талаптарыңызды толық қолдаймыз. Наталья Соколова босатсын, ешкімді соттамасын, жұмыстан шығарған, далаға шығарған жігіттерді тағы жұмысқа қабылдасын. Осы талаптарды біз бүгін ертең интернетке, газеттерге, телеарналарға, шетелге жеткіземіз. Жігіттер, бізді қазір ерсайында тосып тұр. Соған қазір бара жатырмыз. Мен бір арызымды беріп, Сол қалайды болмаса да, жігіттер, біз көріп тұрмыз. Әділетті еңбек ақыны төлемей жүр. Неге олар айтады ақша жоқ, ақша бар. Қайда ақша кетеді? Жартысы Қытайға, жартысы Астанаға. Сондықтан қалай болмаса да, сіздің талаптарыңыз дұрыс, толық қолдаймыз. Әділетті өмір үшін, әділетті еңбек ақы үшін, әділетті қарым-қатынас үшін, әділетті салық үшін осы талаптарды қойып жеңіске жетейік, жігіттер. Рахмет, аман сау болыңыздар. Жеңісті күндерде кездесейік.